Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз шағын сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Аты жөніңізді айтып өтсеңіз. Менің аты жөнім Асия Исабекқызы боламын. Қай жерде жұмыс жасайсыз? Мен Аяру бөбекжай балабақшасында жұмыс жасаймын. Кім болып жұмыс жасайсыз? Мен балабақшада тәрбиеші модератор болып жұмыс жасаймын. Жалпы тәрбиеші деген кім? Мен үшін тәрбиеші жай ғана қызмет емес, ол үлкен жауапкершілікті қамтитын мамандық. Себебі біз балалардың өміріндегі алғашқы ұстаз, алғашқы бағыт беруші жанбыз. Балабақша баланың қоғамға алғаш қадам басатын ортасы. Ал сол ортада баланың өзін қауіпсіз, еркін, бақытты сезінуі ол тәрбиешінің еңбегіне байланысты. Әр баланың мінезі әртүрлі, әр қайсысы қайталанбайтын бір тұлға. Сол баланың жүрегіне жол табу тәрбиешінің басты міндеті деп ойлаймын. Әрине, бұл мамандықты сабырда, шыдамда, махаббатта қажет. Баланың кішкентай жетістігі барлық еңбегінің жемісі. Мен үшін тәрбиеші деген сол. Сіз өз мамандығыңызды мақтан тұтасыз ба? Әрине, мақтан тұтам. Мен өйткені тәрбиеші мамандығы үлкен өмірге бастау алатын балаларға жол сілтеушімін. Мен мамандығым мақтанышым. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Құрметті көрермен, біздің шағын сұхбатымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.